туысқандармен қан тобы бір болған қандай жақсы, иә? Иә. Қазір мен сізден кішкене қан аламын. Соны тексеріп көріңіз, иә? Кішкене бос ұстаңыз. Қысып ұстаңыз. Сәбира, бәрі жақсы ма? Өңіңіз қашып тұр ғой. Сәбира! Сәбира! Сәбира, есің жеш? Сәбира! 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 Мадина, мен бәрін түсініп тұрмын. Бәріне кінәлі мен. Кешірші мені. Мадина, ең құрмағанда Дамира үшін. Бәрін басынан бастайықшы. Сол үшін ғана ма? А мен ше? Әрине, сен үшін. Мадина, сен маған керек болмасаң, мен осында келмес дедім ғой. Жан. Енді өтірік айтпайсың. Айтпаймын. Содан соң не істейміз? Содан соң не істегеніз? Екеуміз үйленеміз. Қызым, сен, мен үшеуміз бақытты өмір кешеміз. Ал, келісесің бе? Сен де сұрайсың ғой. Әрине. Қызым, маған қараш. Әкеңе қараш. Ренж қағам ба? Сәбира. Сәбира. Маған не болды? Сіз тауып қалдыңыз ғой. Маған тұруға бола ма? Тұрмаңыз. Или қанды осай ала бересіз бе? Жоқ, біз сізден қан алмаймыз. Сізге донор болуға болмайды. Неге? Өйткені сіз жүктісіз. Жүкті? Иә, сіз білген жоқсыз ба? Жоқ. Онда жақсы жаңалық сізге. Сізде кішкентай нәресте болады. Құтты болсын. Неге көңіліңіз түсіп кетті? Бұл деген керемет емес пе? Иә, әрине, бірақ мен папам үшін уайымдап жатырмын. Қанды қайдан табасыз? Уайымдамаңыз. Әкеңізге қан табылады. Сізге қазір бастысы балаңыз туралы ойлау керек. Сәуле, әлі қайтпағасың ба не? Қазір қайтам. Не болды саған? Бірдеңе болды ма? Жүрегіңе апарып тастаймын. Жоқ, рахмет. Не болды? Айтшы, бірдеңе болды ғой саған? Өңің қашып кеткен ғой. Болмаса жүр бір жерге барып отырайық. Маған бәрін айтып бересің. Айтатын ештеңесі жоқ. Жұмыстан шығайын деп жатырмын. Брат, салам алейкум. Алейкум. Осы жер жұмыс істейсің ба? Дастан деген дәрігер бар ма? Не болды? Соны шақырып берші, или звондайсың ба? Менің телефоным көтермейді. Ол неде ғой бүгін? Түнгі кезекшілікте, түнде жұмыс жасайды олар. Тоқташы. Сендерде телефон алмаймын сонда? Білмеймін, өзі біледі ғой. Ишак.
Сабира, сен үшін қатты қуанып отырмын. Енді бұйырса балаларымыз жасты болады. Мұңаймаш, баланы бұрыннан бері армандауын едім ғой. Иә, бірақ бұлай болғанын қаламадым ғой. Көріп тұрсың қазір Аян екеуміздің арамызда не болып жатқан. Ақыр заман емес қой. Әлі-ақ татуласып кететін шығарсыңдар. Ол енді өзіңнің шешіміңе байланысты. Сосын бұл бала сендерді татуластыру үшін Алланың берген сыйы шығар. Мен олай деп ойламаймын. Сабира, босаңсуға болмайды. Аянға хабарласып бәрін айт. Мен оны үйден қуып жібердім. Енді кел, үйге кел сөйлесеміз, мен 2 қабатпын десем біртүрлі ғой. Несі біртүрлі? Ол әлі де сенің күйеуің болып қала береді. Сосын баланың әкесі өзі емес пе? Бәрін білуі тиіс. Ол мен көзіме шөп салды. Мен оны қалай кешірем? Түсінем. Бірақ кез келген адам қателік жасауы мүмкін. Мен оны қорғаштап отырғаным жоқ. Сен алдында ол сол әйелмен тек бала үшін тұрып жатыр дегенсің. Сөйлесіп көріңдер. Жарайды, көреміз. Ал енді күлш. Әйтпесе бала үшін қуанбай отырған сияқтысың. Сосын жүр, мама-папаға бәрін айтайық. Иә, бірақ сен оларға ештеңе айтпай-ақ қоя. Кейін папа жақсарғанда өзім айтып берем. Жарайды. Жүр. Балам, не ол жұмыстан шыған деп жүрсің бе? Проблема? Иә, пап. Жұмыс жасау мүмкін емес болып кетті ана жақта. Кімді білесіз ғой, Мұратты. Соның алдында бір дәрігер сияқты емес, интерн құсап жүремін мен. Мүлде дамуға мүмкіндігім жоқ қана жерде. Мен ғана емес, кім Сәуленің де қаны ішіп қойды. Сәуле екеуміз ақылдастық. Басқа ауруханаға ауысамыз. Ауысу керек қой. Бе? Ертең айтпақшы, Қайраттың Қарекеңнің туған күні. Сол жерде шешеміз ау, не проблема? Рахмет, пап. Сосын Сәулеге шамал көз салып қойса. Жақсы зор, тәрбиелі. Маған да ұнайды. Болды, пап. Сіз айтсаңыз сөйлесуге болады. Сен андағының бәрін Асқарға салып жатсың ба? Оған көп жеуге болмайды шығар. Сен алдымен ана Дастаннан сұрадың ба? Асқарға болмайтын болса, күні-түні қасында жүрген баламыз бар емес пе? Ой, неге сонша сол? Бейшара Дастанды ойлай бересіңдер? Еркек емес пе? Өзінің күні өзі көреді. Мен де солай ойламайсыңдар ма? Қайырлы таң, қызым. Қайырлы таң. Дәулет, осы кейде мен қатты ойланам. Осы қызға тәрбие бергенде қай жерден қате жібердік екен? Білмеймін. Дастан да келмей кетті. Өзінің туған әке-шешесін тауып алып, бізді ұмытып кеткен жоқ па екен? Сен соны уайымдай бермеші. Дастанда бәрі дұрыс. Сен алдымен ана қызыңды ойла. Оның неменесін ойлаймыз? Күйеуге берейік. Сонда ақыл керетін шығар? Берсен бер күйеуге. Ең бастысы, күйеу жігіттің қандай болғанда? Ана кім бар емес па? Өткенде Қанат деген жігіт. Шақырайық. Аяқ астынан сырға салып кеп қап жүрмесін? Шақыр. Көрейік. Білейік. Танысайық. Адамды тану үшін бір кеште жетіп жатыр. Онда шақырайын. Алып келсін.
Кана, брат, қолым. Не болды? Қолым іріндеп жатыр. Енді не істеймін? Қатты іріндеп жатыр ма не? Оның үстіне мұздай болып кетті, қараш, қимылдата алмай жатыр. Енді не істеймін, брат? Кішкене шыдашы, бүгін ана дәрігеріңді алып келуге тырысам. Тездетіп алып келші, Кана. Мына қолымы қарауға да қорқып тұр. Қазір мен дәрі алып келемей. Жайнауыл, Ау, осындасың ба? осындамын. Қалайсың? Ешерің ауырған жоқ па? Жақсы. Маған операция ма? Иә. Мен енді өзім шешім қабылдадым операцияға. Кешір мені. Өйткені сен өз-өзіңе келе алмадың. Содан кейін мен Дастанға айттым, операцияны сен жасайсың деп. Сен оған ашуланба, жарай ма? Жоқ. Ашуланбаймын ғой. Соның арқасында аман қалғанын түсініп тұрмын. Саған да рахмет. О, пап. Көзіңіз аштыңыз ба? Бәрі дұрыс қой. Жақсы. Қазір кішкенеден кейін медсестра келіп анализ алады. Және сізге қазір тамақ жеуге болмайды. Соны ескеріңіз. Бәрі дұрыс қой. Ештеңе мазаламай ма? Бәрі жақсы балам. Осының бәрі сенің арқаңда ғой. Осы еңбегіңді еш уақытта ұмытпайын балам. Рахмет, балам. Сен кешір біздің қателігімізді. Сен өте жақсы күйеу боласың. Талантты дәрігерсің. Кешір, алтыным. Жарайды енді. Бұл менің жұмысым. Бастысы операция сәтті өтті. Енді папа жат демалсын. Ештеңе уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Жарайды, мам, мен сыртта боламын. Иә. Бірнәрсе қажет болса айтыңыз. Жарайды, балам, айтамын. Ал сен қорқып едің операциядан. Құдай жеткісе ала бұйырса, мінекей емделіп шыға келесің. Сап-сау болып. Дастан, папа қалай? Уайымдамаңдар, бәрі жақсы. Ол кісі өз-өзіне келді. Аллаға шүкір, рахмет саған. Ұйқымыз ұйқы болмай кетті ғой. Енді бәрі артта қалды. Қалайсың? Мүмкін сен үйге барып демаласың? Бәрі дұрыс. Мама мен папаны көріп қайтуым керек. Сосын папаны аман алып қалғаның үшін рахмет саған. Ақаш. Өзің айтпақшы, ол кісіні аман алып қалу үшін мен барым салдым. Егер жағдай басқаша болса, сен мені өмір бақи кешірмей кетемін деп қатты қорықтым. Кешіріп қойдым. Рас па? Сен де мені кешірші. Сен, бүгіннен бастап тек жақсы нәрсе ойлайықшы. Баламыз жайлы, отбасымыз жайлы, жарай ма? Тек сен менен ештеңе жасырма. Жасырмай. О, Сәуле, келдің ау әйтеуір. Сен күтіп отырған ба? Не болып қалды? Сәуле, Иә. сен нақты кететін болып шештің ба? Иә. Әлі жұмыс тапқан жоқсың ба? Жоқ. Ұсыныс бар ма? Бар. Папам екеумізге бір вакансия қарап қойыпты. Жеке клиникадан. Екеуміз? Сен де кететін болып шештің ба не? Иә. Кетем. Білесің ғой, Мұраттың маған деген қарым-қатынасын адам құрлы көрмейді. Өзінше. Оның үстіне мен де ендігі бір бөлім меңгерушісі болады. Дәрежеге жеттім ол.
Қайдам. Рахмет қолдағаныма. Не қылайын, папамен сөйлесейін ба? Кетеміз. Егер мүмкіндік болса әрине. Бар мүмкіндік. Онда бүгін барып, Мұратқа кіріп айтайық. Иә? Біз кетеміз деп, аузын ашып қалсын. Ой, қойшы. Не істесе де бәрібір маған. Қанат! Қанат! Жаным, сәнім. Қалайсың? Жақсы. Сен келмейді шығар деп ойласам? Неге? Білмеймін, маған ренжіп жүрген сияқты болып көрінеді. Мен ренжитін қыз емеспін ғой. Әдемі болып кетіпсің. Қыш, ұмыттың ба, ренжеймін бе? Я, ұмыттым. Или ұмытпай қойайын. Или ұмытайын ба? Ұмытып кеттім. Қанат, саған бір нәрсе айтқым келіп тұр. Айтшы. Екеуміздің сөйлесетінімізді мамам біледі ғой. Соны папама да айтқан. Енді үйге келіп таныссын деп жатыр. Сен үшін маңызды ма? Танысу? Танысайық? Сен үшін деген емес, екеумізге де маңызды ғой. Шәй. Хоп, онда дайындалай бар. Ертсе танысамыз. Жайт болсын ба? Иә. Сабағың қалай бұл? Жақсы. Бәрі дұрыс па? Иә. Жан, бүгін үйге ертерек бар. Жат демал, жарай ма? Папаңның операциясын ойымдайым деп шаршап жүрсің ғой. Жарайды. Саған да демалу керек. Ертерек келуге тырыш. Барынша тырысам. Онда мен сені күтемін, ұйықтамаймын. Жарайды, такси күтіп қалдым, бара ғой. Жүр. Балам. Қалың қалай жан? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Аман есен. Қалайсың? Жақсы, шүкір. Құда қалай? Құдаларыңыз жақсы, операция сәтті өтті. Енді өз-өзіне келіп жатыр. Жақсы болған екен. Анаңды таптың ба? Сен іздеп жүр дегесін сұрап жатқан мүмкін. Иә, бір пациентінің анасының іздеу қоры бар екен. Сол кісіге айтып едім, көмектесем деді. Қазір іздеу үстінде? Түсінікті. Бірақ бізді ұмытып кетпесең болған. Әйтпесе мамам күнде уайымдайды. Кейін кезде балам сирек келіп жүр деп. Ой, мама, ондай нәрсені ойламаңыз. Сіздер мен үшін ең жақын адамсыздар. Енді ойламаңыз, жарай ма? Уәде? Уәде. Бұдан кейін ойламаймын деп уәде беріңіз. Уәде беремін. Жарайды. Жүріңіздеріңіз, құдаларыңызға. Жүр. Дана қалай? Жақсы. Мама, кішкене сергіп алыңыз. Сізге кофе, жейтін нәрсе алып келдім. Өзіңе неге алмадың? Жоқ, сіз жей беріңіз. Неге? Маған қазір кофе ішуге болмайды. Неге болмайды? Ауырып қалдың ба? Жоқ. Не ғой? Не, айтшы тезірек. Менің аяғым ауыр. Құдайым ай, бұл неткен қуаныш бұл. Неткен бақыт. Құдайдың берген. Қанша? Көтергеніне қанша болды? Нақтысын білмеймін, бірақ жақын арада. Неткен бақыт бұл әкеңен қуаныштан жарылатын шығар. Енді бір емес, екі немересі болатын болды. Қызым. Ал өзіңе қонбай отырсың, а? Аян ба? Иә. Енді не істеймін, мама? Қызым, бұл енді өзің таңдауың, өзің шешім қабылдадың. Ал енді менің берер ақылым, егер ол жасағанына өкініп сенен кешірім сұраса,
онда сен отбасын сақтап қалуың керек. Әрине, Аян енді сенің көзіңе шөп салды, бірақ енді қателеспейтін адам болмайды ғой. Және балаларың болады, ал балаға әке керек. Біз әкең екеуміз мәңгі өмір сүре алмаймыз. Сондықтан сенің қасыңда арқа сүйер азамат болу керек, қызым. Енді бәрі сіз ойлағандай оңай емес қой. Он несін қиындығы бар? Айтшы маған. Хабарлас, кездес, кездескенде барлық шындығыңды айт. Солай дұрыс деп ойлайсыз ба? Негізі кеше әсемде солай айтқан, айт деп. Енді біз әпкең екеуміз саған жаманшылық ойламаймыз ғой. Хабарлас. Сәуле, неге сендер екеуің келісіп алғанда жұмыстан шығып бара жатсыңдар? Не болды сендерге? Мен сендер бір қат сөйледім ба? Мен сендер бір ренжіскен күндерім болды ма? Жалғыз кетпейші Ильясты артынан ертіп кетіп бара жатсың ба? Мен ешкімді ертіп кетіп бара жатқан жоқпын. Және мен жұмыстан шығуыма ешкім кінәлі емес, сіз де басқа да. Сәуле, айтшы не керек? Қызметін көтерейін ба? Айлығыңды көтерейін ба? Қызметіңді көтерейін ба? Барлық жасық Жоқ аға, рахмет. Жұмыстан кетем деп шешім қабылдадым, және одан бас тартпаймын. Екеуің не? Аураларында бір нәрсе бар ма? Мұның жұмысқа ешқандай қатысы жоқ, кете берсем рұқсат па? Бара бер. Уайымдама, қазір ол Гаухардың папкасын табамыз. Айтпақшы, Нұрлан қалай, жақсы болып кетті ма? Жақсы. Уақыт өте келе бәрі жақсы болып кетеді деді. Жақсы болған екен. Айтпақшы, Айымбетова Гаухар ғой? Иә. Міне. Өзіңнің ұлыңды іздеу жұмыстары не болып жатыр? Мен босанған перзентханада архив өртеліп кетіпті. Енді не істерімді білмеймін. Енеңнің де қайтыс болып кеткені өкінішті, иә? Бір нәрсе айтып та үлгермеді. Иә. Ол мен босанғаннан кейін ес-түс жатқан кезімде бала перзентханада деп айтқан. Енді куәгер де жоқ, құжат та жоқ. Сәуле. Сен жұмыс орнына ауыстырады деп мүлде ойламаппын. Онымен қоса Ильяс та солай. Екеуің сағынатын болам? Қош, басқа қалаға кетіп бара жатқан жоқпыз ғой. Жұмыстан кейін кездесіп тұратын шығармыз әйтеуір. Енді ыңғай келгенге байланысты ғой. Шынымды айтшы, өзің қуаныштысың ба? Иә. Бір нәрсені өзгертетін уақыт келді. Оның үстіне Ильяс та жақсы жұмыс орнын тауып қойды. Ендеше екеуің үшін де қуаныштым. Рахмет. Ал сен Гаухар жайында не білдің? Баян көмектесем деген. Енді соң неге өзі хабарласып жатыр қазір. Баян, саламатсыз ба? Жақсы? Рас па? Жақсы, мен онда өзім хабарласам. Не дейді? Гаухар туған адам болған екен. Қош. Құттықтаймын. Құттықтағанда мен ол кісіні тіпті көріп те көрмедім. Ол жағы өкінішті. Бірақ бір жағынан сен енді кім екеніңді, шыққан тегіңді білетін боласың. Оның рас. Енді бұл хабарды Әсемге айту керек. Әсемге? Ол қарсы болмай ма екен? Қарсы болмайды деп үміттенем. Біз Қамбаровтың әріптесімен бір ауылға барып қайтқанын анықтадық.
Ол жерде Гаухар Айымбетова деген адамды іздеген көрінеді. Мүмкін анасын іздеп жүрген шығар. Иә. Бірақ ол әйел жақында қайтыс болыпты. Сол үшін Дастан бірден қалаға қайтып келді. Иманды болсын. Басқа айтарың бар ма? Жоқ, шеф. Дастан қазір ауруханадан шықпайды. Қайнатасы жатыр ғой. Түсінікті. Аңдуды тоқтатпаңдар. Егер 2 күннің ішінде ешқандай өзгеріс болмаса, Дастанды анау қылмыскерлердің сыбайлас ретінде жауапқа тартамыз. Заң бәріміз үшін бір. Шеф, бара берейін ба? Бара бер, Азамат. Жаным, ақыры ерте келем деп шештің бе? Мынау саған. Қандай әдемі? Бір сыйлығы көп болыпты. Рахмет, жаным. Қандай мейрам? Ненің құрметіне? Мейрам болғанда енді... Не болды? Жан, маған бүгін ауыл жаққа бару керек. Мамам бізді іздеуге байланысты. Барып келейін, кешке бәрі асықпай түсіндірем. Жарай ма? Әрине, сен үшін қаншалықты маңызды екенін түсінем ғой. Не ғой, жалғыз баратын шығарсың, сәулесіз? Әрине жалғыз барам. Сөйле демекші, Елес екеу басқа клиникаға ауысып жатыр. Рас па? Иә. Бұл енді керемет жаңалық. Мен уайымдамайтын болдым. Өзіңді осыған дейін болмайтын нәрсені уайымдап жүрсің. Теуіп жатырмын. Иә. Тамақ ішейік. Сәуле, сен Дастанға деген ойынан айнып қалған жоқсың ба? Бұл тақырыпты жабайықшы дедім ғой саған. Сосын мен басқа клиникаға ауысайын деп жатырмын. Қалай сен мына жер істегеніңе біраз уақыт болып тастап кетесің ба не? Солай дұрыс шығар. Өзім үшін де. Мүмкін дұрыс шығар. Ақыр Дастан үшін соңына дейін күреспейді екенсің. Оның сенің көз алдында жүргенде оңай емес. Мен сен үшін алаңдап отырмын. Қайда бармақшысың? Әзірге білмеймін. Ильяс әкесімен сөйлескен. Білесің ғой, таныстары көп. Бір жеке клиникаға ауыстыратын шығар. Ильяс та кете ма не? Иә. Сен онда Ильяс жіберіп алмасай? Майра, біз Ильяс екеуміз доспыз, болды. Онда отырған не бар екен? Ильяс жақсы жігіт. Саған қалай қарайтында көріп жүрміз ғой. Оның үстіне оның әкесінің кім екенін білесің. Жақсы отбасыдан шыққан. Сен Ильясқа көз орнын сап қойсайшы. Саған да бала туу керек. Майра, болды, рахмет. Өзім шешем. Көрдік қой шешіп жүргеніңді 30 жыл болды. Сен класстастарың ана мектепке барып, ата-аналар жиналысына қатысып жүр. Сен болсаң әлі мына жүрген жүрсің. Сен Ильясқа көз орнын сап қойсайшы. Ойланып көрермін. Сәуле, мен ақылын тыңдашы. Басы бос қыздарға өсекте, үйленген еркектерде жақын болады. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум сәлем. Сізге кім керек? Мен қалай айтсам екен, Гаухар деген кісіні іздеп жүрмін, бірақ естідім. Қайдыңыз құртық. Рахмет.
ол кісіден айырылып қалғанымызға өзіміз де сене алар емеспіз. Ал ол кісі не үшін іздедіңіз? Қалай айтсам екен, сіздің мамаңыз осыдан біраз жыл бұрын баласын жоғалтып алыпты. Соны естіпедім, және менде де ұқсас жағдай бар. Иә, түсінемін. Оны білемін, бірақ сіз қайдан келдіңіз? Орган опекедансыз? Жоқ. Қалай айтсам екен, сіздің мамаңыз, менің де анам. Өш. Не, түсінемін, қиын түсіну. Бірақ бұл нақты ақпарат. Мен біраз жыл іздедім.